Дариға Бадықова бүкіл Қазақстанға өкпелеп жатыр екен. Жалпы достар, бүгінгі тақырып қазақтың намысын өзіне ыңғайлы кезде намысты тықпалап қояды. Дариға Бадықова ренжіп жатыр, енді Моанаға қандай қазақтар барды дейді. Ренжіп жатыр да. Өзінің неге барасыңдар дейді. Сонда енді Дариға ханымның, ханым ба ханшайым ба королева болып кетті ме түсінбей қалдық қой енді. Мэтра керемет режиссер болды. Киносын мен көрген жоқпын, бірақ үзіндісінен ақ менің түсінгенім, қазір 21-ші ғасыр, қазір қандай ауылға барсаң да тура сондай еркек шора қыз өзінің досына қалыңдық іздеп жүріп, соңында өзі ғашық болып, сондай бір сюжет та сондай, бірақ ол керемет қаралмалыпты. Енді ол кісі бүйтіп ренжіп отыр. Моана деген мультфильмға қазақтардың барғанын көрдім дейді. Сендер неге байыса қазақ байысын? Қазақ байысын. Сендер неге барасыңдар дейді. Ал өзінің несі қанша тұрады екен? Кім біледі екен? Оқырмандар, ол кісі жалпы тойларда өлең айтады, қателеспесем. Білмеймін. Сонда бір өзінің бір жаққа барған үшін ақша алады ғой, енді тегін, отан үшін, ел үшін деп тегін бармайды ғой, ақша алады. А бірақ ондай кезде қазақ намысы, баю деген сияқты намысқа тиіп кетеді. Жалпы бар ғой, маған ұнамайды. Өзінің выгодасы үшін қазақтың намысын қоса берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен мысалы Моанаға барғым келеді, өйткені ол жерде біздің Қазақстанның фильміне қарағанда ол жерде өте керемет, колоритный, сюжеттері мықты, не дейді анандай күшті мағынасы бар және қазақша сөздері туралы білесің бе? Біз керемет профессионал әншілеріміз сахнаға Мұрат Әбділда деген сияқтылар шығып кетті деп ренжіді ғой. Мен мысалы Мұрат Әбділданы тыңдайтын едім, себебі ол шынайы, ол бүйтпейді да, достарым, сендер жақсы көремін деп сетевой маркетингқа тығып жібермейді да, сосын тойға барып, жандарым, күндерім деп миллиондап ақша алып кетпейді. Мұрат Әбділданы мен шынайы тыңдайтын едім, ол ақша алса да өзінің шынайы эмоциясын беріп алып жатыр ақшасын. Әншілер сияқты емес. Халық сондай қарапайымдылыққа зәру болып қалды. Содан кейін Бадықованың кинолары керемет касса жинады деді. Мен соған таң қалдым. Енді адамдар сол күлкі, арзан күлкіге әуес болып кеткендіктен болар деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде адам талғамы, өзіміздің талғамымыз бар. Сондықтан кешіріп қойсын. Бірақ сол кісілер өздеріне бүйтіп қытықтарда бүйтіп тиіп кеткен кезде бәрі ұшып шығып сөйлеп кеткендеріне таң қаламын менің. Сендер сөйлейтін кез келді, ал қазір мені қолдаңдаршы. Біз 9.000-нан артық түрмеде отырған жас балалар бар, отбасының отағалары бар. Соларға көмектесеміз деп бірауыз сөздеріңді айтып шығыңдаршы, көрейін мен әуселілеріңді. Шыдамайсыңдар ма, онда сөйлемей отырыңдар. Вообще қазақты қазақ қарсы қойғанға мен кәдімгідей қаным көтеріліп кетті. Просто мен қазір эфирді әйтеуір бүйтіп салмақты болып отырмын да, қаным көтеріліп кетеді мен ондай нәрселерді айтқан кезде. Намысыма тиіп кетеді. Ол балалар көрмейтін нәрсе деген жоқпын ғой мен, мысалы, бастысы. Екі реклама кетті, күшті болды. Моанаға да жарнама жасадым, өз кинома да жарнама жасадым. Болмайтын нәрселерді айтып, бір-бірімізді таптап, бір-бірімізді кәдімгідей бір жер қылып, жерден ап, жерге салып, енді бар ғой, сұмдық енді. Оның көпшілік емес, көп адам емес үйтіп жатқан. Арасында бар.